Жол қозғалысы ережелері бойынша елді мекендерден тыс қандай жылдамдықпен жүру керек? Автомагистраларда жеңіл көліктер мен мотоциклдер 140 пен, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан аспайтын жүк автомобильдеріне, қалааралық автобустарға, шағын автобустарға 110, басқа автобустарға, оның ішінде балалар топтарын ұйымдастырылған түрде тасымалдауды жүзеге асыратын, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан асатын жүк автомобильдеріне, тіркеме сүйреткен кезде жеңіл автомобильдерге 90 км/сағ жылдамдықпен. Жолдың ортасына дәл осындай бойлы жолағы бар жолдарда жеңіл көліктер мен мотоциклдер 110 км/сағ жылдамдықпен. Рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан аспайтын жүк автомобильдеріне, қалааралық автобустарға, шағын автобустарға 100 км/сағ жылдамдықпен. Басқа автобустарға, оның ішінде балалар топтарын таситын автобустарға, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан асатын жүк көліктеріне, тіркеме сүйреткен кезде жеңіл көліктерге 80 км/сағ жылдамдықпен. Және қалған жолдарда жеңіл көліктер мен мотоциклдер 100, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан аспайтын жүк көліктерге, қалааралық автобустарға, шағын автобустарға 90, басқа автобустарға, оның ішінде балалар топтарын таситын автобустарға, рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан асатын жүк көліктеріне, тіркеме сүйреткен кезде жеңіл көліктерге 70 км/сағ жылдамдықпен. Және барлық жерде жүк көлігінің шанағында жолаушылар таситын болсаңыз 60 пен, егер механикалық көлік құралын сүйрететін болсаңыз 50 мен қозғалу керексіз.